Не істеп жүрсің қазаққа Шотландияда? Шотландияда мен иниясты бітіргем. Содан кейін нефтяной компанияда жұмыс істеп, сол жерде жолдасын кездестіргем. Сонымен жалғыз Шотландияда емес, мен бүкіл аламды аралағам. Енді қазір Шотландияда Әсия. Екі қызым бар. Кімді танимыз? Шақырғамыз болып жатыр, бірақ Камила очень busy. Сол жұмыс істеп жатырмыз. Мен өзім жақын арада университет бітірдім, педагогический бітіргенмен ояқта надо подтверждать диплом. Сол дипломды подтвердить етіп мұғаліммін қазір. Қандай медитациядан, сабақтан қандай жауап алдыңыз ба Әсия? Қазір вообще конкретный бір инсайт келді. Осында мен өзім тағы инвестиция өз туысқандармен жұмыс істеп жатырмын, бауырыммен, әпкемен. И сол жұмыста бір кедергілер болып жатыр. Қазір сіздің медитацияңызбен бірге керемет не болды. Өзім Хантингриге шығып бардым, тура бар, Назарбаева бар, Хантингри соған шыққам, үстінде тұрмын, жанында бауырым, әнді сіңлім, әпкем бар. Соған мен айттым, дұрыс па, өзі еледі рейсі, сказать или нет, такое, да, сыйлығым бар, Құралай ханым сізге талант болып қалды екен. Шотландияға келсін, бізге қонаққа дедім, күтеміз сіздер. Сонымен өзінің онлайн магазині бар, Dior, жаңа айттыңыз ғой сіз Dior'да кигім келіп отыр деп. Мен кеше ғана айтып жүрмін, қызы ма неге Dior көріп. Вау! Рахмет! Көп рахмет, ал қыздар келесі жолы Шотландияда күтеміз сіздерді. Есіміңіз кім? Шынар. Танысып, бүгін қыздармен мына жаңа адам жаңа энергия алып келеді. Жаңа күш әкеледі. Танысыңыздар, бір болыңыздар.